Ухлеме деудің сыры. Ертеде бір жігіттің қарт шешесі болыпты. Шешесі ауырып, төсек тартып жатып қалады. Жігіт отын шауып, оны қалаға сатады екен. Шешесі күнде баласының қамын ойлап төсекте отырады. Баласы кешке үйге келгенде: «Балам, шаршамадың ба?» деп сұрайды екен. Баласы шаршаса да білдірмей: «Шаршағаным жоқ, апа», деп жауап береді. Бұл сөз ауру шешесіне кішкене де болса қуат береді екен. Бір күні баласы жұмыстан шаршап келеді. Жанына батқан ауырлығы шаршатты ма, баласы ошақтың жанына жылынып отырып, ахлап ухлейді. Шешесі ұлының қатты қажығанын сезеді. Баласының жағдайы жанына батқан шешесі ұлын түнімен уайымдап, жүрегі қысыла бастапты. Баласы еш шара жасай алмай отырып қалады. Таң ата шешесі сары уайымнан жан тәсілім болыпты. Баласы анасының жүрегіне қайғының дертін салғанына өкіріп жылапты. Содан бері ата-ананың жанында отырғанда ахлап ухлеуге болмайды. Олардың жанына батады деген тыйым пайда болды.